Ошончо эсеп төмендеги функциялардын графигин салыңдар және парабол төбесинин координаталарын табыңдар. Биринчи функцияны жазайык. Мында y тең болады x минус 1,6 көбөйтүлген x плюс 3,5 түрүндө берилген экен. Энди парабола төбесинин координатасын табуу үчүн бизге мына жакшаны ачуу кажет болот. X көбөйтүү x квадрат, x көбөйтүлген 3,5 x минус 1,6 мен көбөйтөм. Минус 1,6 x минус 1,6 көбөйтүлген 3,5 минус болот. 16-ны 35-ке көбөйтүп аламыз. 0 3 ойда, 5 ойдагы мен 8, 8 1 ойда, 3 ойдагы мен 4, 0, 6 1 ойда, 5. Өтірден кейін 2 орын, 1, 2 өтір қоям, 5,6 шығады екен. Енді ықшамдаймыз, есептеулер черновикке орындаймыз. Мында x квадрат, үлкені плюс 3,5-тен 1,6 алам. 1,9x болады, минус 5,6. Енді жана парабола төбесінің координатасын тауып алайық. Ол бізге график салуға да қажет болады, және тапсырмада берілген. Ол бізде парабола төбесінің координатасы минус v бөлінген 2a формуласымен анықталады. Минус v, яғни x-тің алдындағын кері аламыз деген сөз. Минус 1,9 болады, бөлу 2 көбейтілген a 1-ге тең. Сонда минус 1,9 бөлу 2 болады, минус 0,19-дың ішінде 8, так 9 рет. 1 қалдық, оның ішінде 5, сонда минус 0,195 шығады екен. Енді y0-ді есептеп аламыз. Осы x-тің мәнін функцияға қоямыз. Мұнда қойайық, есептеу жеңіл болады, квадраттамай. Сонда минус 0,195 минус 1,6 көбейтілген минус 0,195 плюс 3,5 болады. Бірінші жақшада екеуі де теріс бір-біріне қосылады, сонда минус 2,155 болады. Көбейту, мына жерде үлкені плюс, сонда 3,5-тен 0,195 азайтамыз. Так, 5 болады. 5, мында 4 қалды, 14-тен 9 алсам 5. Өтір, мында 2 бүтін қалды, өз түседі, сонда 2,155. Минус 2,155 көбейтілген 2,155 болады минус. Екеуін бір-біріне көбейтейік. 25 x ойда, 25 ойда мен 27 x ойда, 10 ойдағы мен 12. Тағы да 5-ке көбейтем, дәл осы шығады. Енді 2-ке көбейтем 0 1 ойда, 10 ойдағы мен 11, 4 ойдағы мен 5. Сонда 5, 2 1 ойда, 9 ойдағы мен 10, 0 1 ойда, 4 ойдағы мен 5, 6, 4 1, 2 3 4 өтір. Сонда минус 6 бүтін 10 мыңнан 5,025 шығады екен. Өшіп тастайық. Төбесінің координатасын тауып алдық. Енді жаңағы график сызу үшін бізге нүктелер қажет қой. Енді мына түрде берілген кезде функцияның нөлдерін табу жеңіл. Яғни функцияны нөлге теңестіреміз де x өсімен қиылысу нүктелерін тауып аламыз. Сонда x минус 1,6 плюс x плюс 3,5 тең 0 дейміз да, әр көбейткішті нөлға теңестіріп функцияның нөлдерін тауып аламыз. Сонда бірінші түбірі 1,6, екіншісі x плюс 3,5 тең 0-ға болғанда x тең болады минус 3,5-ке. Нөлдерін тауып алдық. Енді кесте құрамыз x, y деп кестеге жазып алайық. Қандай бізде координаталар бар? Минус 3,5 болғанда функция 0-ге тең. Одан кейін минус 0,195, оның арасында минус 2 бар, минус 2-дегі мәнін есептеп алайық функцияның. Қосымша тағы 2 нүкте берген дұрыс қой, сонда енді төбесінің координатасын өзін жазып қойын. Ол кезде минус 6 бүтін 10 мыңнан 5,025 шығады. Келесі нүкте 1,6 бізде бар. Оған дейін 0 бар, 0-ді беріп есептеп көрейік. 0-да неше болады екен, одан кейін 1,6-да 0 болады. Енді функциялардың мәндерін есептеп алайын. X-тің орнына минус 2-ні қойғанда, мына жерге қойып есептейік. Минус 2, минус 1,6 көбейтілген минус 2 плюс 3,5. Бірінші жақшада екеуі қосылады, минус 3,6 болады. Көбейтеміз, екінші жақшадан надан азайтамыз. 1,5 болады. Оң сан мен теріс сан көбейтіміз. Теріс сан 36-ны 15-ке көбейтіп алам. 30 0 3 ойда, 15 ойдағы мен 18, 6 3. 0 4 1 ойда, 4 ойдағы мен 5 өтірден кейін 2 орын 5,4 болады екен.
минус 5,4. Келесі 0 мен есептеп көреміз, 0-ді беремін. Сонда так 0-ді мына жерге қойып есептеген жеңіл. Наған қойдың не, наған қойдың екеу бір мән шығады. Наған қойық 0-дің квадраты плюс 1,9 көбейту 0 минус 5,6 тең болады минус 5,6 болады екен. Жазам минус 5,6. Енді осы нүктелерді қолданып графигін тұрғызамыз. Так. Бізде 0 координаты бас нүктесі 1, 2, 3 бүтін 5 міне мынау. Минус 3,5-те функция 0-ге тең. Мына нүкте болады. Келесі минус 2-де 5,4 минус 1, 2, 3, 4, 5 бүтін 4 дегеніміз ол 6-ға жақынырақ саны, шамамен мына нүкте болады сонда. Минус 2-де. Енді минус 0,195 деген ол 1-ге өте жақын минус 1-ге. Ол кезде минус 6,5, яғни минус 6 мен 7-нің қақ ортасы десе болады. Мына жер нүкте ол төбесі, мына төбесінің координатасы. Онда мынау симметрия өсі болады, Так, енді 0-да минус 5,6. Ол 5,4-тен сәл төмен мына нүкте болады. Келесі 1,6-да 2-ге 1,5 мыңнан сәл асады, 0. Осы нүкте арқылы өтетін. Енді парабола сызамыз. Сонда парабола шамамен осындай болады екен бізде. Y өсі, X өсі. Тапсырмада параболасыз және төбесінің координатасын тап дейді. Енді төбесінің координатасын жасалайық. Минус 0,195-те минус 6,10 5025. Енді дәл осылай екінші функцияны графигін саламыз. Екінші функция y тең болады 2,5 x минус 4 көбейтілген x плюс 2. Жақшаны ашамыз, маған көбейтем 2,5 x квадрат болады. 2 мен көбейтсем 5x болады. Минус 4 пен көбейтем минус 4x, минус 4 көбейту 2, минус 8. Ақшамдаймыз. 2,5 x квадрат, ондай 5-тен 4 алам, 1x қалады, минус 8. Енді төбесінің координатасын табам. Минус v, яғни минус, мұнда 1 болады, минус 1 болады, сонда бөлінген 2a. 2 көбейту 2,5. Сонда минус 1 бөлінген, мұнда көбейтінісі 5 болады, минус 5-тен 1. Минус 5-тен 1 деп қалдырсақ болады, немесе минус 5-тен 1 деген, ол минус 0,2 деген сөз. Келесі y0 есептеп аламыз. Мұнда қойған жеңіл ме, әлде мұнда қойған жеңіл ме? Менімше мұнда қойған жеңіл. Мұнда қойып есептеп. 2,5 көбейтілген минус 0,2-ның квадраты минус 0,2 минус 8. Мұнда 0,2-ның квадраты 0,104, оны 2,5 пен көбейтем. 25-ті 4-ке көбейтсек 100 болады. Өтірден кейін 1, 2, 3. Сонда 1, 2, 3. 0,1 шығады екен. 0,1, 2 қосылады, минус 8,2 болады. Үлкені минус, сонадан азайтам, сонда 8,1 болады. Так, төбесінің координатасын тауып алдық. Енді жаңа нөлдерін табайық функцияның. 2,5x минус 4 көбейтілген x плюс 2 тең болады 0-ге. Сонда 2,5x минус 4 тең 0-ге болғанда 2,5x тең болады 4-ке, x тең болады 4-ті 2,5-ке бөлем, яғни 40 бөлу 25, 40 бөлу 25 деп жазып алайық. 5-ке қысқартсақ, x тең болады 5-тен 8, 8-ді 5-ке бөлсек 1,6 болады. Енді екінші түбірі x плюс 2 тең болады 0-ге болғанда, x тең болады минус 2-ке. Енді кестеге қойып алайық нүктелерді. Қандай нүктелер бар бізде? Минус 2-ден бастаймыз. Минус 2-де функция 0-ге тең. Одан кейін минус 0,2. Оның арасында минус 1 бар, минус 1-ді беріп көрек. Минус 0,2-де функция минус 8,1-ге тең, бұл төбесі графиктің. Енді 1,6, оның арасында бізде 1 деген нүкте бар, 1-ді беріп есептеп көрек. 1,6-да функция 0-ге тең. Енді есептейм, функцияның мәні x минус 1-ге тең болған кезде
2,5 көбейтілген минус 1-дің квадраты. Мына жерге қойып есептеп жатыр. Мынаған қойып есептеуге де болады. Екеуі бір мән береді. Минус 1, минус 8. Онда 2,5 болады. Екеуі қосылады. Минус 9 болады. 9-дан 2,5 табам. Үлкен таңбасы минус болады 6,5. Жаза минус 6,5. Келесі 1-ді қойып есептеймін. 2,5 көбейтілген 1-дің квадраты плюс 1 минус 8. Онда 2,5 үлкен таңбасы минус 8-ден 1-ді алам 7. Онда үлкен таңбасы минус 7-ден 2,5-ді аламын. Так, 4,5 болады. Жаза минус 4,5. Енді графигін саламыз. Координата бас нүктесі минус 2-де 0-ға тең. Так, минус 1-де минус 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 бүтін 15 деген міне мынаның жартысы да осылай. Келесі минус 0,2 деген ол 0-ға өте жақын сан. Минус 8,1. Минус 8,1 деген 8-ге өте жақын. Шамамен мына нүкте сонда төбесі болады. 1-де минус 4,5. Минус 4 деген мұнда болса, 4,5 жартысы мұнда болады. Так, 1,6-да, яғни мына 1,5-да 0-ге тең. Сонда шамамен осы нүкте. Y көрсе, X өстеп көрсетіп қояйық. Енді нүктелерді қосып графигін саламыз. Мынау бізде төбесі болады. Осыдан айналып келеді. Осындай парабола аламыз. Енді соңғы үшінші функцияны зерттейік. Y тең болады 1,2x плюс 3,6 көбейтілген x минус 5. Жақшаны ашамын 1,2x квадрат болады. Минус, мына мен көбейткенде 6x болады. Плюс 3,6x минус көбейтіндісі 0, 3 ойда, 15 ойда мен 18. Так, 1,2x квадрат. Үлкен таңбасы минус, азайтсақ 2,4x болады. Минус 18. Енді координаттан парабола төбесін табамыз. Минус 2, минус v, яғни мынаның керісі 2,4 болады. Терісі деген. Сонда 2a 2 көбейтілген 1,2. Сонда 2,4 бөлінген 2,4 шығады 1. Енді y0-ді есептейміз. Так, мұнда қойып есептеген жеңіл болады. 1,2 көбейту 1-дің квадраты минус 2,4 көбейту 1 минус 18. Мұнда 1,2 болады. Минус 2,4 минус 18. Үлкен таңбасы мына жерде минус, мынадан азайтамыз, сонда минус 1,2 шығады. Минус 18, екеуі қосылады, минус 19,2 болады. Так, төбесінің координатасын таптық, енді нөлдерін тауып алайық. 1,2x плюс 3,6 көбейтілген x минус 5 тең 0-ге. 1,2x плюс 3,6 тең 0-ға болғанда 1,2x тең болады минус 3,6-ға. X тең болады, бөлеміз минус 3-ге. Келесі x минус 5 тең 0-ға болғанда x тең болады 5-ге. Енді кестеге толтырып алайық, қандай бізде нүктелер бар екен. Минус 3-те 0-ға тең функция. Одан кейін 1-дің арасында минус 1-ді берейік. Минус 1-ді беріп есептеп көрейік неше шығады. Ал 1-де функцияның мәні минус 19,2-ге тең. Ары қарай бізде 5 пен 1-дің арасында ортаңғы шама 3-ті беріп көрейік. 5-тің өзін жазайын, 5-те функция 0-ге тең. Так, енді мына мәндерді анықтап алайық. Функцияның мәні x минус 1-ге тең болған кезде мұнда қойып есептейік. 1,2 көбейтілген минус 1-дің квадраты минус 2,4 көбейтілген минус 1 минус 18. Сонда 1,2 болады. Мұнда плюс болады 2,4 минус 18. Тең болады. 2,4-ке 1,2-ні қосам 3,6 болады. Үлкен таңбасы минус 18-ден 3,6-ны алсам 14,4 болады минус. Жазам минус 14,4.
Келесі 3-ті беріп есептеп көрем. 1,2 көбейту 3-тің квадраты минус 2,4 көбейту 3 минус 18. 9-ды 1,2 көбейтем, 8 бір ойда 10,8 минус 12 бір ойда 6 ойдағы мен 7, 7,2 минус 18. Енді мына екеуін қосып алсақ 25,2 болады да, одан 10,8-ді азайтам. Так, немесе мынадан мынаны азайтсам 3,6 болады да, минус 18. Үлкен таңбасы минус 18-ден мынаны азайтсам 15 емес 14,4 шығады. Бірдей мән шығады екен, менште минус 14,4 шығады. Енді графикті саламыз. Бізде мында теріс мән минус 19-ға дейін барады, сондықтан мынаны жоғары алайын. Осылай жоғары ала салайын. Y өсі минус 1, 2, 3, минус 3-те 0-ға тең, минус 1-де 14,4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Минус 14,4 деген шамамен міне мына аралық болады, жартысына жақын. Так, енді 1, 2, 3, 3-те де 14,4 қой, онда белгілеп кетейік, мына жерде болады. Төбесінің координатасы 1-де минус 19,2, 15, 16, 17, 18, 19,2 деген 19-ға жақын 1-де, міне мына нүкте төбесі болады сонда. Төбесі. Енді графигін саламыз. Нүктелерді бір-бірімен қосамыз. Так, межде өте алыс болғандықтан негізінде бүйтіп сызғышпен қосқан дұрыс болады. Ой. Сонда кішкене түзулірек не аламыз, график аламыз. Мына нүктеден 5-те 0. 5 деген міне 5-те 0 болады екен. Осылай соза салға болады. Мына жерде 5 тұр дейміз. 5-те 0. Мына нүкте. Ары қарай қолмен дөңгелетіп қосайын. Да, бізде парабола шығады екен.